Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен көріп тұрғандарыңыздай көрінісі тәбетті ашатын, өте дәмді болып шығатын варенье қосылған пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып тіркеліп алыңыз. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Електен өткізілген ұнымызға қант ұнтағы және қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң бөлме температурасында тұрған сармайды салып, крошка жасап аламыз. Қамырымыз осындай үгітілмелі болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқаны салып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Қамырымыз дәл осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығады. Енді дәл осы қамырымыздың кішкене бір бөлігін алып қаламыз, бетін әрлеу үшін. Қалғанын видеода көрсетілгендей етіп, жұқартып жайып аламыз. Қамырымызды осындай қалыңдықта жайып аламыз, сонан соң формаға жайғастырамыз. Менде форма асты алынатын форма өте ыңғайлы. Жалпы қандай формаға пісірсеңіздер де болады. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп формамызға жайғастырып аламыз. Сонан соң оқтау немесе пышақтың көмегімен дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығамыз. Өте тегіс және әдемі болып шығады. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына менде қара өріктің вареньесі суынан ажыратып алдым. Енді загруженный блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Осылайша біркелкі масса жасап, жақсылап езіп алдым. Енді жаңағы дайындап қойған қамырымыздың ішіне салып, біртекс етіп жайып аламыз. Енді бетін әрлеу үшін қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызды ұнның көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Сонан соң арнайы кескіштің көмегімен қамырларды әдемі болып тұру үшін кесіп аламыз. Маңызды емес, пышақпен кессеңіздер де болады. Қамырларымыздың барлығын кесіп дайындап алдық. Енді видеода көрсетілгендей етіп, бетіне әдемі етіп қойып шығамыз.
Міне осылайша қамырларымызды әдемі етіп қойып алдық. Енді үстіне жұмыртқа жағып шығамыз. Сонан соң 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минутта пісіріп аламыз. Міне пирогымыз пісіп шықты. Міндетті түрде бөлме температурасында суытып, сонан кейін ғана формадан шешеміз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, өйткені өте оңай және үйдегі бар заттардан жасалатын өте қарапайым пирог. Күнделікті шай ішкенге де жасасаңыздар болады. Сіздермен болған Фариза. Видеоны соңына дейін көріп менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.